Жангелдин ауылында екі бірдей жастың Наурыз бен Мейрамгүлдің тағдыры әлі күнге дейін тұман күйінде қалып отыр. Оларды іздеуге бағытталған іздестіру-құтқару жұмыстары ресми түрде аяқталды деген хабар қоғамды есеңгіретіп тастады. Аяқталды деген бір ауыз сөз үміт күткен ел үшін ауыр үкіммен тең болды. Құтқару қызметтері мен полиция бөлімшелері түгел жұмылдырылып, елді мекен аумағы толық тексерілген айтылады. Әр көшесі, әр үйдің маңы, әр бос жатқан жер назардан тыс қалмады деген ресми мәлімдеме жасалды. Бірақ сол толық тексерудің нәтижесі не болды? Тағдыр тәлкегіне түскен екі жас қайда? Бұл сұраққа әлі күнге дейін нақты жауап жоқ. Қазіргі уақытта іздестіруді жалғастыруға қатысты полиция тарапынан жаңа тапсырмалар немесе қосымша бағыттар берілмегені хабарланды. Яғни ресми тілмен айтқанда іс уақытша тоқтап тұр. Ал бейресми түрде айтсақ, бір ауылдың, бір өңірдің жүрегін ауыртқан үміт жібі үзілер шаққа жеткендей. Еске салсақ, бұл оқиға жай ғана жоғалу емес. 25 желтоқсанда полицияға бір отбасының із-түзсіз кеткені туралы арыз түскен еді. Күндер өтті, түндер өтті. Үміт пен үрей арпалысты. Ақыры 6 қаңтар күні сол отбасының тірегі болған ерлі зайыптының мәйіті табылды. Бұл бір ғана әулеттің емес, бөтен бір қоғамның қабырғасын қайыстырған қаралы хабар болды. Ал 8 қаңтарда марқұм ерлі зайыпты ақтық сапарға аттандырылды. Жер қойнына тапсырылған сол күні жұрттың көкейінде бір ғана сұрақ қалды. Ал олардың балалары қайда? Ата-ана жерленді, ал баланың тағдыры әлі белгісіз. Бұл жай статистика емес, бұл екі адамның өмірі, бұл үзілген үміт, жауапсыз қалған сұрақ, іште тұншыққан әділет іздеу. Ресми есептерде іздеу аяқталды деп жазылуы мүмкін, бірақ халықтың жүрегіндегі іздеу әлі біткен жоқ. Себебі адам тағдырына немқұрайлы қарауға болмайды. Бүгін Жангелдин ауылы ғана емес, бүкіл ел осы оқиғаға үнсіз қарап отыр. Үнсіздік кейде келісім емес, шарасыздық. Ал шарасыздықтың соңы неге апаратынын уақыт көрсетеді. Бұл жерде бір ғана сұрақ бар. Адам өмірі расымен де соншалықты арзан болып кеткен бе? Іздеу жұмыстары аяқталды деп жазба салатындай, бір мөр басып қоя салатындай жағдай ма бұл? Екі жас, Наурыз бен Мейрамгүл. Бұл тек есімдер емес. Бұл бір әкенің үміті, бір ананың арманы, бір әулеттің жалғасы еді. Ал бүгін сол есімдер қағаз бетіндегі құрғақ жолдарға айналып кеткендей. Құжаттарда бәрі тексерілді, қаралды, аяқталды. Ал шын өмірде ше? Шын өмірде әлі күнге дейін бір ана түн ұйқысын 4 бөліп отыр деп кім ойлайды? Әке жүрегі қалай күйіп жатқанын кім сезіп отыр? Ең қорқыныштысы уақыттың өтіп бара жатқаны. Уақыт өткен сайын үміт сөніп, үнсіздік қоюлана түседі. Ал үнсіздік кейде әділетсіздіктің ең қауіпті түрі. Бүгін бұл оқиға Жангелдин ауылында болды. Ертең дәл осындай жағдай басқа бір ауылда қайталанбайтынына кім кепіл? Бүгін біз үнсіз қалсақ, ертең біздің үнсіздігіміз біреудің тағдырына балта шаппай ма? Қоғамның күткені айқай емес, қоғамның сұрағаны шындық. Екі жастың тағдырына қатысты соңына дейін күрес, соңына дейін іздеу, соңына дейін жауап. Өйткені адам өмірі есеп үшін жабылатын іс емес. Адам тағдыры жаңа тапсырма түскен жоқ деген сөзбен тоқтай салатын тақырып емес. Бұл ардың мәселесі, бұл адамгершіліктің өлшемі, бұл бүгінгі қоғамның айнасы. Ал сол айнаға қарауға бәріміздің батылымыз жете ме? Бұл іске қатысты өз ойыңызды міндетті түрде пікірге жаза кетіңіз. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып қоюды да ұмытпаңыз ағайын.